Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге қазақ тілі 4-ші сынып 110-ші сабақ келер шақ тақырыбын түсіндіретін боламын. Бүгін сіздер жалпы сабақтан тыңдалған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп, сол бойынша мазмұнын айтасыздар. Етістіктің қай шақта тұрғанын ажырата білесіздер. 27-ші жаттығуда берілгенде өлеңді оқы деген. Ұшып келем көгімде, ұшып келем мөлдір аспан төрінде. Көкте жүріп қызығамын жердегі, сонау өзім ұшқан өңірге. Анау менің асу белдерім, асқарлы тауларым мен көлдерім. Туған жерден қанша биік ұшсам да, көз алдымда тұрады ылғи ол менің. Тыңдалған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп ал, соның негізінде мәтіннің мазмұнын айт деген екен. Бүгінгі 28-ші жаттығуымызда мақал-мәтелдерді жатқа жаз. Ақыл көпке жеткізер, өнер көкке жеткізер. Азаматпен дос бол, қадірінді біледі. Келер шақ етістіктерін тап, оларға сұрақ қойып, өзара салыстыр деген екен. Міне сіздерге жаздым. Жеткізер деген астын сызып көрсеттім. Біледі деген. Бұл жерде жеткізер, біледі, не істейді деген сұраққа жауап береді. Жеткізер деген келер шақта тұр. Ал 29-ші жаттығуымызда берілген етістіктерді 3 шақта жаз депті. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ түрінде көрсетіп тұр екен. Енді сіздерге осыны жазып көрсетуім керек. Міне осы шақта оқы, көр, ойна, өткен шақ оқыды, көрді, ойнады. Келер шақта оқиды, көреді, ойнайды деп дәл осылай жазып аласыздар. Бүгінгі біздің 30-ші жаттығуымызда сызбаны пайдаланып, етістіктің шақтары туралы білетінді айт. Етістіктің шақтары мағынасына қарай қаншаға бөлінеді, осыларды сіздерге түсіндіретін боламын. Етістіктің шақтары осы шақ, өткен шақ, келер шақ болып бөлінеді. Осы шақ деген іс-әрекеттің қазір болып жатқанын білдіреді, ал өткен шақ деген іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Ал келер шақ деген іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Осыны есте жақсылап сақтап қалу керек. Барлық жаттығуда есімізде сақтап айтып орындаймыз. 31-ші жаттығуда берілгенде жұмбақты оқып шешуін тап деген. Аспанда жүзеді, қанатын қақпайды, жерде де жүреді, бауырлап жатпайды. Етістіктерді тап, қай шақта тұрғанын айт, жұмбақтың шешуінде сөзді қатыстырып сөйлем құра деген екен. Енді бізде бұл жерде жұмбақтың шешуі ұшақ болды. Жүзеді деген, қақпайды, жүреді, жатпайды деген бұлар осы шақ болып тұр. Және ұшақ деген сөзге сөйлем құрайтын болсақ, Айгүл ұшақпен ауылына кетті. Бүгінгі 32-ші жаттығуымызды сызбаға қарап ойлан, содан соң өзім қорытынды жаса депті. Мен, сен, біз деген ортада сөздер тұр. Жан-жағында өз, көр, ойла, қуан деген сөздер тұр екен. Енді сіздерге бұл жаттығуда мен өсемін, ойлаймын, көремін, қуанамын деп жаздым. Сен өсесің, ойлайсың, көресің, қуанасың. Біз өсеміз, ойлаймыз, көреміз, қуанамыз. Жіктік жалғауы сөздерге үндестік заңына байланысты жалғанып тұр. Осы видеодағы жаттығулар ұнаса, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіз. Көп рахмет.